Өмірде табысты болу үшін 10 кеңес. Бастысы аз уақытта оңай әрі шаршамай қол жеткізе аласыз. Армысыздар, арнаға қош келдіңіздер. Табыс туралы армандаған адамның алғашқы қадамы қандай болуы керек? Табысқа бастар ең тиімді жол өзіңізге ұнайтын істі табу және жан тәніңмен берілу. Ең басты 10 ереже бойынша жұмыс істей алсаңыз, мақсатыңызға қол жеткізуде жылдамырақ, кедергілер де аз болады. Бастысы қалаған табысыңызға аз уақытта оңай әрі шаршамай қол жеткізе аласыз. Өзіңнің қолынан келетін дүниені өзгеден сұрау ақымақтық. Өз қателігінен сабақ ал, мойында және алға қарай қадам басуды жалғастыр. Табысқа жету жолында кедергі көп болған сайын, табыстың дәмі де соғұрлым тәтті болады. Ақша еркіндік, еркіндік өмір. Еркін өмір сүруге талпыныңыз. Адам өзін жақсы жағынан өзгертуге күш жұмсағанда ғана өзінің айналасын өзгерте алады. Әрқашан табысты болашағыңды ойла және бүгіннен бастап сол табысқа жету үшін әрекет жаса. Мақсат өмірдің мәні. Өмірде барлығы жайдан жай бола бермейді. Біреу табысқа жеткен болса, онда ол көп еңбектенген. Әрекет жасамай, құр жоспарлау ол арман, ал жоспарсыз әрекет ету ақымақтық. Аз сауда жаса, бірақ ең жақсысын сатып ал. Жер бетінде қанша адам болса, сонша пікір бар. Сондықтан жанашырларыңыздың пікірімен санасу керек. Бірақ кім не айтса да бас шұлғып келісе кетуге болмайды. Өйткені біреу сізге өзіңізді қалай ұстау керектігін, нені оқып, нені оқымау керектігін және жейтін тағамдарыңа дейін ақшаны қалай жұмсау керектігін үйретіп жатса, сіздің жаныңыздың қалауы бойынша емес, өзгенің қалауымен өмір сүрген болып шыға келесіз. Егер айналаңыздағы адамдар сіздің ойыңызды өзгерткісі келсе, ойға алған мақсаттарыңызды ашық түрде келеке ете бастаса, оған позитивті түрде қараңыз. Ағысқа қарсы жүру қаншалықты қиын болса да, табысты адамдардың өмірде осындай жағдайдан бастау алғанын еске алыңыз. Болашаққа сеніммен қараңыз. Аяғыңыздан шалушылар болса да көңіл аударып, артыңызға қарайламаңыз. Өйткені өткен нәрсе өтті кетті, қайтара алмайсыз. Алдыңыздағы өміріңіздің сәттілікке толы болғанын қаласаңыз, өзіңіз сенімді болған нәрсеге тәуекел етіңіз. Себебі тәуекел түбі желқайық, өтесің де кетесің. Уайым түбі тұңғиық, батасың да кетесің. Мақсатыңыздан таймаңыз. Алдыңыздан жиған тергеніңді о дүниеге арқалап әкете алмайсың деген сөздер де шығуы мүмкін. Дүниенің өткінші екендігін еске салып отыратын адамдардың бары қандай жақсы, бірақ сіз сонда да мақсатыңыздан бас тартпаңыз. Қартайған күніңізде кісі қолынан кіріптар болудан, қабағын бағудан сақтанғыңыз келсе, жағдайыңызды жасаңыз. Тым құрғанда қартайған шағыңызда қаншама адамға пайдаңыз тиеді. Жақындарыңызға көмек қолын соза аласыз. Бастысы, мүлдем ұмытуға болмайтын нәрсе, ақшаға құл болудан сақ болыңыз және орынсыз ысырапқа жол бермеңіз.